Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте пайдалы, тойымды творожный сырники жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен блендерді алып, үстіне творог 2 жұмыртқамен қосып, жақсылап езіп аламыз. Осындай масса болып шығады, оны басқа ыдысқа аударып аламыз. Үстіне 3 қасық ұн, 2 қасық қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз, ешқандай комок қалмау керек. Бәрі біркелкі масса болғаннан кейін форма жасауды бастаймыз. Сырникінің формасын дөңгелек етіп жасаймыз. Бірінші алдымен ұнды алып аламыз да, оған ұнға сеуіп, қолымызбен жақсылап форманы шығарып аламыз. Немесе олай қиын десеңіз, кружкамен істеуге болады. Әдемілеп тізіп шығамыз. Дайын болған сырниктарды қызып тұрған кішкене май қосылған қазанға жақсылап қуырып аламыз. Қазанды қатты ысытып жіберуге болмайды. Орташа отта 2-3 минутта қызартып алып шығамыз. Екі бетін аударып отырып жақсылап пісіріп алыңыз. 2-3 минуттай пісіріп алып, оларды тәлкеге алып аламыз. Міне біздің әдемі сырниктарымыз дайын, қалауыңызша әділесеңіз болады. Таңғы ас, кешкі ас рецептерін, ПП рецептерді менің каналымнан таба аласыздар. Мені жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Келесі кездескенше.